О, бұл сол еме? Өй, сынайын деп тұр ғой. Бұл дәл сол үй. Мен саған айтқан психушка. Камера алмағаным жаман болды. Біз бүгінше қарап шығамыз, не қызық бар. Ол 40 жылдар жұмыс істепті, сосын не екенін білмеймін, жабылып қалыпты. Мен бұл жайлы қорқынышты оқиға естігем. Ол жерге кіргендер ешқашан шықпапты. Ал мынау не? Мынаны қара, пациенттердің жеке істері. Я, тағы сенікі бар ма екен? Мынаны қара, мына жерде суреттер де бар екен. Суреттер қара ақ түсті, бірақ біздің кездегі адамдар ұқсайды екен. Міне сенің каналыңа видео. Тез келші, мұнда ағашпен жабылған есік. Қане есікпен көмектесші, әлі бәрін көріп үлгересің. О, бәрі ескі ауруханадағыдай. Бұнсыз да ескі аурухана ғой, бірақ әлі істеп тұрғандай көрінеді. Мүмкін бұл жерге ешкім кірмеген соң сақталып қалған шығар. Не болса да тексеріп көру керек. Ал ертең камераны келеміз. Ей, немене? Ей, сендер! Неге мен ауруханамда үйдегідей жүрсіңдер? Ұстаңдар оны. Немене? Әзіл ме? Не бұл? Ей, біз псих емеспіз. Біз жай бұл заброшканы видеоға түсіру үшін келдік. Естідің бе? Заброшка дейді. Бұл ерестеріне адасыпты. Ауруханада 5 жыл жоқ. Олар бір заброшка дейді. Оларды анау 20-шы жылдардың қасына апару керек. Өз құрдастарымен әңгімелесті. Жіберіңіздерші, біз дым істемедік. Түк тұрыңдар, әпсе укол салам. Міне келдік, заброшка қорқынышты екен. Жақсы видео шығады. Ал мынау психтардың суреті. Ей, бергеш, мұнда есік бар. Опростар. Сквиди туалет анимациясы. Анимацияның қорқыныш желі. Момо анимациясы. Және каналдағы өшірілген видеолар бәрі мен телеграм каналымда болады. Сондықтан мен телеграм каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ол ссылкасы описаниеда немесе комментарийда болады.